ғылымның даму тарихы және осы дамудың философиясын түсіну тарихы. Ғылыми білімнің құрылымы туралы кейбір негізгі мәселелерді түсіну үшін маңызды болып табылады. Біз ғылымның құрылымы туралы айтқан кезде олар әдетте осы құрылымдағы ғылыми фактілердің, ғылыми теориялардың арақатынасын білдіретінін аңғарамыз. Ғылыми теорияны бағалау және ғылыми білімнің негізгі элементі ретінде өте бір жаңағы ескірген деп айтамыз ба, сондай бір әдіс тәсілдер келуі мүмкін. Алайда біз өзіміздің зерттеу объектісіміз, зерттеу мәселеміздегі қойылған міндеттерге жету үшін біз нақты әдіс тәсілдерді қолдануымыз қажет. Ғылыми теорияны бағалау және ғылыми білімнің негізгі элементі ретінде өте бір сондай қалыптасқан, дәлелденген бір ұстанымдар және эмпиризм және рационализм тәсілдеріне мән беруіміз қажет. Рационализм дегеніміз бұл кез келген жаңағы танымның негізі ақыл зерттеу арқылы беріледі. Сондықтан жаңағы ақыл мен білім үлкен бір сенімділікке, танымалдылыққа ие болған үлкен философиялық бағыт. Рационализм бағытының негізін салушы бұл жаңа заман философы Рене Декарт, әрі үлкен жаңағы атақты математик. Эмпиризм дегеніміз не? Бұл біз кез келген мәселені танып білуде, оның ақиқатына жету үшін бізге қажеттісі ол тәжірибе немесе сезімдік тәжірибе, сондай-ақ нақты фактілерге сүйене ұсынатын бір бағыт. Эмпиризм бағытының негізін салушы бұл Фрэнсис Бэкон, жаңа заман философы. Біз жаңа өткен слайдта айттық, кез келген мәселені зерттеуде оның жаңағы даму принциптеріне, соның ішінде тарихи диалектикалық тәсілдер және синергетика туралы айтқан болатынбыз. Диалектика дегеніміз не? Диалектика дегеніміз жалпы философиядағы ең негізгі әдістердің бірегейі. Диалектика барлық жалпы құбылыстардың, табиғаттың, тіршілік атаулының даму заңдылықтары туралы зерттейтін ілім. Неге даму мәселесіне мән беруіміз қажет? Өйткені диалектиканың негізгі жаңағы идеясы, түпкі принципі оның кез келген дүниенің жаңағы даму туралы идея. Бірақ өкінішке орай кез келген өзгеріс, жаңа қоғамның өзгерісі болсын, ғылыми техникалық революция деп жатамыз, кез келген феномен тек дамуға келе береді деп айта алмаймыз. Кейде регрессивті бір жағдайға алып келетін дүниелер де болады. Алғаш рет диалектикалық көзқарастар ежелгі жаңағы ерте грециялық антикалық ойшыл Гераклиттің дүниетанымында кездеседі. Әрине Платон мен Аристотель еңбектерінде де жақсы айтылады. Сондай-ақ кейінгі замандарда Гегель осы диалектиканың заңдарын және категорияларын бекітті. Әрине біз жаңа айтқан болатынбыз, кез келген қозғалыстың бәрі дамуға келе бермейді деп. Өйткені даму дегеніміз не? Даму деп біз заттар мен құбылыстардың сапа жағынан өзгеруін, басқа бір сапаға айналуы,
иә, соған орай бір жаңаша адамзат баласына пайдалы, иә, жұмыс күшін жеңілдететін тәріздес осындай құбылысқа келетін бір процессті айтамыз. Алайда қоғам бір қалыпта тұрмайды. Жаңа біз айттық, прогрестің тағы бір сипаты бар деп, бұл регресс. Яғни регресс дегеніміз кер тартпа деген мағынаны білдіреді қазақша баламасы, яғни кейде мүмкін дамудағы құлдырау деп айтсақ дұрыс болар еді. Жалпы диалектиканың негізгі үш заңы бар. Бұлар қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі, сан және сапа өзгерістерінің өзара алмасу заңы және терістеу заңы. Сондай-ақ дамудың осы үш заңына қоса бірнеше категориялары бар. Бұлар мазмұн мен форма, кездейсоқтық пен қажеттілік, себеп және салдар тәріздес категориялар бар. Енді синергетика дегеніміз не? Синергетика бұл келісіп, ұжымдасып, өзара ынтымаққа негізделген бір әрекет. Мүмкін кейде жәрдем беру, көмектесу ұғымдарында білдіруі мүмкін. Синергетика жалпы бұл пәнаралық сипаттағы ғылым саласы. Күрделі жүйелердің өзін-өзі ұйымдастыру туралы қазіргі ғылымдағы бағыт. Синергетикалық көзқарас көп нұсқалы, ықтималдылығы мол, өздігінен ұйымдасатын дүниені бейнелейтін жаңаша ойлау стилінің қалыптасуының негізі болып танылады. Синергетика ұғымын 1971 жылы неміс физигі Хакен енгізген болатын. Жаратылыстану пәндерінің даму арасында пайда болып, синергетика әлеуметтік проблемаларды зерттеуде өз нәтижесін берді. Синергетикалық теория өзін-өзі дамытушы жүйелерді ашық жүйе ретінде қарастырады. Синергетиканың негізгі қызметтерінің бірі бұл оның бір синтетикалық мән десе болады. Оның бастысы ғылымның гуманитарлық және жаратылыстанушылық бағыттарын қосуға итермелейтіндігінде. Синергетиканың негізгі функцияларының тағы бірі оның әдіснамалық және эвристикалық қызметі, яғни зерттеу стратегиясы ретінде қарастырылуы. Синергетика жаңа ғылыми проблемаларды шешуге бағытталғандықтан, зерттеу ізденіс қызметінің негізгі әдісіне айналады.